Қызанақтың адам ағзасына пайдасы. Қызанақ жемісі жеуге жарамды. 1 жылдық немесе 2 жылдық шөптесін өсімдік. Орыс тілінде помидор, атауы итальян тілінде помидор, алтын алма деген мағынадан шыққан. Ал томат атауы француздардың томаты сөзінен аударылған. Отаны Оңтүстік Америка. Бұл жерде қызанақтың жабайы және жартылай мәдени түрін кездестіруге болады. Ең алғаш Еуропаға 17 ғасырдың ортасында Испания, Португалия, кейін Италия мен Францияға да жеткен. Басында барлығы қызанақты жеуге жарамсыз және улы деп санап, бақша өсімдігі ретінде ғана өсірген. Осыдан 2000 жыл бұрын құмыраға егілген бұл өсімдікті Англияда үйлердің терезесінен бақтан кездестіруге болатын еді. 1811 жылы ботаникалық сөздік томат улы өсімдік болып есептелсе де, оны Италияда бұрышпен, сарымсақпен және маймен қосып жейді, ал Португалия мен Венгрияда одан ерекше қышқыл дәмі бар соус дайындады деген хабар пайда болды. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге бай. Құрамында қышқыл каротин бар. Ересек адамдар жиі кездесетін көк тамыр қуысының тығындыларын қабыну мен көк тамырдың кеңеюін емдеуге әсер етеді. Сонымен қатар қызанақ пен оның шырынын төменгі қышқылдықты гастритті емдеуге де болады. Қызанақты жүрек-қан тамыр ауруларымен ауыратындарға да жеуге пайдалы. Өйткені қызанақтың ғалымдар зерттеп қарағанда 24 пайдалы химиялық элементтер тапқан. Онда темір, мыс, калий тұздар көп екен. Бұлар жүректің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Организмдегі артық сұйықтықтарды, зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Ал шырыны жүрек тамырлары мен қан айналымда жұмысын жақсартады. Томаттың балдырында өт айдағыш, несеп айдағыш микробтарға қабынуға қарсы әсер ете алады және зәрдің шығуын тездетеді. Бұзылған зат алмасу процесін қалыпқа келтіреді. Қызанақ асқазан мен ішектің сөл бөлуі қызметі нашарлаған асқазан ішек жолдары сырқаттары кезінде ас пайдаланады. Ас құртуды жақсартады. Іштің қатуы мен қатар жүретін ішек қызметінің бұзылуы кезінде жеген дұрыс. Қанты диабетке және семіздікке шалдыққан науқастар үшін томат құнды тағам болып есептеледі. Сапасы жақсы, тұзы аз немесе мүлде жоқ томат шырынының құрамында ликопин бар. Ол организмді зиянды ісік ауруларының талшықтарынан қорғайды. Қызанақтың пайдасы. Қызанақ шырыны семіздікке жол бермейді. Қызанақ иммунитетті де көтереді. Қызанақ пен бал қоспасының денсаулыққа пайдасы мол. Ара шаққан кезде, дене күйіп қалған кезде де сол жерге қызанақты екіге бөліп басудың пайдасы зор. Себебі қызанақ ара уын денеге жаймайды және күйіктің ыстығын алады. Осыған қоса ол теріні күн сәулесінің зиянынан қорғайды. Дегенмен 3 айдан асқан қызанақ шырынын пайдаланбаған жөн. Бұл организмге зиян. Алайда бұл зиян бірден байқалмайды. Мұның зардабын бүйрекке, қуыққа тас байлауға әкеп соқтыратыны белгілі. Достар, менің сіздерге берген пайдалы кеңестерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.